Сәлеметсіздер ме? Онлайн мектепте мұғалім өзі құрастырған сабақтарды пайдаланып, оны сабақ кестесіне қалай қоса алады? Ол үшін сол жақ мәзірдегі онлайн сабақтар бөліміне, яғни сабақ кестесіне кіру қажет. Редакциялау батырмасын басыңыз, сіз сабақ кестесін өңдеу режиміне кірдіңіз. Бұл жерде сабақ кестесіндегі сабақтарды өзгертуге немесе өшіруге мүмкіндік бар. Сабақты қосу батырмасын басыңыз, сыныпты таңдаңыз, пәнді таңдаңыз, сабақтың түрін таңдаңыз. Бөлім бойынша жиынтық немесе 90-дық жиынтық бағалау. Бізге керегі менің сабағым. Сабақтың түрін таңдаңыз. Жаңа сабақты таңдап, біз жаңа сабақты құрастыра аламыз, немесе менің сабақтарымды таңдап, біз мұғалімнің осының алдындағы құрастырған сабақтардың біреуін пайдалануға мүмкіндік бар. Менің сабақтарым таңдағаннан кейін біз құрастырылған сабақтың тақырыптарын көре аламыз. Барлығын толтырғаннан кейін сақтау батырмасын басып, біз өзіміз таңдаған күнге, аптаға құрастырылған сабақтардың біреуін құрдық. Қалауыңызша өзгертіп, өшіруге мүмкіндік бар. Сақтау үшін артқа батырмасын басыңыз. Мұғалімнің құрастырған сабақтарының тізімін менің сабақтарым бөлімінен көруге болады. Бұл жерде мұғалімнің бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90-дық бойынша жиынтық бағалау сабақтары немесе өзінің дайындаған сабақтарының тізімін көре алады. Жоғарыда сұрыптау арқылы әртүрлі мәзірлермен қолдануға мүмкіндік бар. Яғни пәндерді таңдауға, сыныптарды таңдауға мүмкіндік бар. Ал сабақты қосу батырмасы арқылы сіз жаңа сабағыңызды құрастыра аласыз.